$10 болсын, 5.000 теңге, 10.000 теңге, 20.000 теңгеден болсын, таргет тоқтамау керек, кәсіпкерлер. Түсінді ғой? Маркетинг шығын емес, маркетинг инвестиция. Маркетинг ол саған $1 шығарасын, $10, $5, $7, сондай әкелу керек. Вот сол кезде ол жүйелі маркетинг болады. Егер ол болмаса, ол үлкен маркетинг емес. Одан кейінгісі, тағы бір нәрсе, жарнама ол маркетинг деп ойлайды. Ешқандайда ол жарнамаға, былай айтқан кездегі дейін нәрсе бар, жарнамаға дейінгі. Маркетинг ол жарнамаға дейінгі нәрсе. Сен бір жерге OLX-ке, Тугисқа жарнама жібердің, блогерға жарнама бердің да, ол саған клиент әкелмеді, ақша әкелмеді, сөйттің де сен бүкіл маркетингке ренжіп қалдың. Құрсын бұнда маркетинг жұмыс жасамайтын деп ойладың мысалы да. Вот олай емес достар. Мен сендерге түсіндіріп берейін. Маркетинг қалай болады? Маркетинг қалай болатын мен сендерге түсіндіріп берейін. Көрініп тұр ғой жазып жатқан, сызып жатқан. Давайте кеттік. Маркетинг неге жауап береді? Көрініп тұр ғой. Маркетинг зерттеу үшін ең бірінші менің қоятын сұрағым, клиент кім? Ең бірінші осы. Яғни менің клиентім кім? Осы сұраққа жауап беру керек. Екінші нәрсесі, оның жасы, оның тұратын жері, оның табысы, оның қандай бойлы, именно менің клиентім кім? Бүкіл аудитория емес, жасы нешеде оның, қай жасқа дейінгі, идеальный клиентің кім? Кіммен жұмыс жасағың келеді? Осының бәрін жауап береді клиент кім. Екіншісі, сегмент. Сегмент деп отқанымыз, ол қай сегментке жатады? Арзан ба? Арзан, сенің өнімің арзан нарыққа кіре ма? Тауарың, немесе орташа ма? Немесе сенікі премиум қымбат нарық па? Қайсында сен сауда жасап жатсың? Вот үшеуі үш түрлі. Үшеуіне үш түрлі маркетинг, үшеуіне үш түрлі жарнама келеді. Осыны сегмент анықтап аламыз. Орташа, арзан, орташа немесе қымбат. Қайсындамыз? Үшіншісі, менің ерекшелігім қандай? Менің басқалардан ерекшелігім не? Қандай ерекшелігім бар менің? Менің басқа конкуренттерден не үшін клиенттер мені таңдау керек? Қандай? Баға емес, достар. Баға егер оптым болсаңдар, егер оптым сатып атсаңдар, B2B нарық болатын болса, проблема жоқ. Бағамен жарыса беріңдер. Егер сен розница болатын болсаң, егер сен уже магазинің бар, немесе өзің жеке брендің бар, услугаң бар, нең бар сенің. Ол кезде ол саған уже именно ерекшелік керек. Және төртіншісі, менің клиенттерім қай жерде отырады, қай каналдар арқылы жақсы келеді? Таргет арқылы ма, Инстаграм арқылы, TikTok арқылы, Тугис арқылы, YouTube арқылы, қайсысы арқылы келеді? Осылардың сұрақтарын бәріне жауап бергеннен кейін барып қана бізде не пайда болады? Осыларға жауап бергеннен кейін барып қана сіз уже нақты жарнаманы жібере бастайсыз. Ато оға дейін бұл сұраққа жауап бермегенше сенің жарнамаң, кетіп атқан ақшаң, жарнамаға бөлініп атқан ақшаң тисе терекке, тимесе бұтаққа болады. Сол үшін осыдан кейін барып қана сен OLX-ке жібересің ба? Сен одан кейін таргет жібересің ба? Сен одан кейін оны блогерға жібересің ба? Кімге жіберің келеді? Разница жоқ. Жарнама осы жерден басталады. Оға дейін оның бәрі маркетинг, достар. Міне бірінші кезек мынаны істейміз. Содан кейін барып қана екінші кезек міне жарнама жібереміз. Сол үшін сен осы уақытқа дейін дұрыс емес жарнама жіберіп алып, маркетингке ренжіп жүрсең, ақшасын тоқтатып қойып, анда сен дұрыс емес дедің. Значит, сен маркетинг түсінбедің оның не екенін, маркетингтің мүмкіндігін, құндылығын түсінбедің деген сөз. Түсінді ғой? Вот осы нәрсені түсініп алғаннан кейін барып қана біз не істейміз? Газды басамыз. Маркетинг любой конкуренттің былай айтқан кезде духын алатын нәрсе. Кім өзінің әлеуметтік желісін, SMM-ін күшті жүргізеді. Маркетинг былай айтқан кезде бюджетін тоқтатпастан салып отырып, соны ақтап отыра алады. Ол компаниядан бәрі қорқады одан. Өйткені бәрінің жіберетіні біздің кәсіпкерлердің қорқынышы осы. Маркетингтің былай айтқан кездегі анандай уже шошып қалған. Ақшаларын қимайды. Маркетингке ақша жұмсадым, ол шығын деп ойлайды. Ондай болмаңдар. Олай жасамау керек бізге. Сол үшін оны түсіндірдім, маркетингті былай айтқан кезде сіздердің жұмыстарыңыз осы несімен. Ал енді маркетинг чтобы жүйелі болу үшін сіздерде мынандай арнайы құжаттар болу керек. CRM болу керек сендерде, AMO CRM, Bittrex дегендері бар несі бойынша. Одан кейін UMAQ болу керек, сендер бәрі көрініп тұру керек. Мына документке қарап, мен не істеймін? Қазір документ сендерге дұрыс көрінбей жатса, телефондарыңды бетіп жанымен қойып алыңдар, жарай ма? Сол кезде үлкенірек көрінеді менің видеом. Ато сіздер бет көресіздер де, кішкентай экранмен көздерің көрінбей, бетте и так дұрыс көрмейтін көздеріңмен бірге көздерің бұжырайтып отырасыңдар.
Қараңыздар, мынандай документ арқылы біз бүкіл толыққанды бизнесті жүйелей аламыз, именно маркетингтің. Қанша ақша кетті бүгін, қанша былай айтқан кезде табыс таптық, қанша клиент келді, қанша оның сатып алды, қай каналдан сатып алды, әр келген лидтің бағасы қанша болды. Осыған қарап, маркетинг бөлімі, таргетолог, сайт маманы, сату бөлімі әр қайсысының қалай жұмыс істеп жатқанын полный көре аламыз, әр келіп жатқан клиенттің бағасын көре аламыз. Біз тауып жатырмыз ба, тауып жатқан жоқпыз ба? Сол үшін сіздің маркетинг бөліміңіз, SMM бөліміңіз, таргетологыңыз күн сайын сіздерге осында есеп беріп отыру керек осы бойынша. Міне бүгін біз мынанша $20 жібердік, $50 жібердік, $100 жібердік, нәтижесінде біз міне мынанша таптық. Міне мынанша клиент келді. Маркетинг бөлім айту керек. Мен міне сату бөліміне мынанша клиент әкеп бердім, міне звонок әкелді, мынанша адам жазды, мынанша заявка болды. Ары қарай сата алмай жатқан менің проблемам емес. Ары қарай сата алмай жатқан ол уже сату бөлімінің проблемасы. Звондамай жатыр, не істемей жатыр, жаңағыдай дұрыс хабарласпай жатыр, немесе дайын скрипттар жоқ деген сияқты. Одан кейін воронка деген нәрсе бар да. Воронка деп отқанымыз, яғни біз клиенттердің осы воронка арқылы келетін каналдары. Неше воронка каналымыз бар біздің? Мысалы айта аласыздар, сіздерге қазір қай каналдар арқылы клиенттер келіп жатыр? Жазыңыздаршы мысалы. Менің клиенттерім сарафанка, именно менікі былай айтқан кездегі жаңағы таргет, менікі блогерлар арқылы келеді, менікі тугис арқылы келеді, основной клиенттер, немесе бірінші орында мынау, екінші орында, үшінші орында мынау деген сияқты. Именно воронка әр қайсысын есептеуіміз керекпіз. Қазіргі заманда, именно онлайнның технологияның заманында біз әр шыққан тиынды есептей аламыз. Осыған қарап біз уже көре аламыз. Воронка деп отқанымыз именно осы. Менің жарнамам мынанша адам көрді, мынанша адам оған басты, мынанша адам сайтқа кірді, мынаншасы сайттың ішіне заявка қалдырды, және мынаншасы заявка қалдырғаннан кейін WhatsApp-қа өтті, мынаншасына біз хабарластық, мынаншасын саттық, соның нәтижесінде мынанша табыс таптық дейді. Сарафанка міне, тугис, сарафанка, таргет, тикток, молодец магираш, инстаграм, молодец махамбет. Вот мысалы, түсініңіздер ме? Вот именно біз өзіміздің каналдарымыз көп болмағандықтан, яғни воронка деп отқанымыз бізге клиенттің келетін есіктері. Қанша есігің бар сенің, қаншалықты есігің көп болады, және сенің сол есігің кең, үлкен есік болады, соншалықты сенде клиент көп болады, және соншалықты көп табыс таба аласың. Осы нәрсе, именно инструмент көрсетеді, қаншалықты сіздің арнасын әлде аз ба?